Бүгін Республика күні қарсаңында Семей қаласында тағы бір жаңа нысан ашылды. Семей қаласының Степной кентінде 300 орынға арналған мектеп қолданысқа берілді. Оқу ордасының салтанатты түрде ашылуына Абай облысының әкімі Нұрлан Ұранхаев, Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов, облыстық білім басқармасының міндетті атқарушы Нұржан Ахметқалиев және ата-аналар мен оқушылар қатысты. Қаламыздағы осы Степной кентіндегі үлкен қуанышты мерекеміз болып жатыр. Яғни қуанышты жағдайымыз бұл осы көптен күткен 30 жыл халық күткен мектептің ашылуы. Мектебіміз заманауи талапқа сай салынған. Барлық кабинеттер, 19 кабинет, оқу кабинеті бар. Олардың барлығы материалдық базамен қамтамасыз етілген. Тек қана сәттілік тілейміз. Және де осы басқа мектепте оқып жүрген балаларымызға өздеріңізге ашылған, өздеріңізге арнайы ашылған мектепке келіп оқуларыңызға шақырамыз оқуға. Енді жаңа мектеп Семей қаласындағы номер 46 жалпы орта білім беретін мектебі, коммуналдық мемлекеттік мекемесі деп аталады. Мектеп жуатын және киім сақтайтын бөлмелері бар кең спорт залмен, 108 орынға арналған асханамен, 100 орынға арналған акт залымен, зертхана кабинеттері және шеберханамен жабдықталған. Оқу ордасындағы барлық 19 кабинет интерактивті және маркерлі тақтамен, теледидармен қамтылыпты. Оқушылардың қауіпсіздігі үшін 24 ішкі және 15 сыртқы бейне камера орнатылған. Мектеп ауласында волейбол, баскетбол, футбол алаңдары бар. Айта кетейік, биыл Семей қаласында жыл басынан 2 мектептің құрылысы аяқталып қолданысқа берілді. Алдағы 3 жыл ішінде шаһарда тағы 5 мектеп бой көтермек. Бүгін Абай облыс әкімдігі аппаратында Республика күніне орай облыстық мәслихат хатшысы Қуаныш Сүлейменов қоғам белсенділерімен және бақ өкілдерімен кездесу өткізді. Жиынның басты мақсаты Республика күнімен құттықтау және әртүрлі сала өкілдерін марапаттау. Енді бүгінгі шараны біз не үшін ұйымдастырдық? Біраз жыл бойы біздің республика күніміз тойланбады дұрыстап. Республика деңгейінде. Биылғы жылы референдумның арқасында президент тапсырмасы бойынша бұл мейрам ерекше аталады, ерекше тойланады. Қала бойынша шаралар көп болады. Біз мәслихаттан бұл шараға өз үлесімізді қосқымыз келді. Ең бастысы осы белсенді қатысатын азаматтар, сіздер, мына біздің қаланың блогерлар бар. Бәрі бір-бірімен танысып, ертеңгі күні барлығы бірге ат салысып, осы қаланың деңгейін көтеру үшін, осы облыстың жандандыру үшін біріксін. Сол біз біргеміз, ары қарай осы қаланы, осы облысты дамытуға ат салысып жұмыс жасайық. Жиналғандар арасынан облысымыздың ат спортына үлес қосып жүрген жандар да табылды. Соның бірі Қуаныш Оразбаев. Оның айтуынша, бүгінгі күні ат спортына қызығатын жасөспірімдердің саны көбейіп келеді. Енді бүкіл Абай облысымыз тұрғындарымызды ең бірінші осы келе жатқан мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Екіншіден осы Абай облысымыз құрылған бетінде осы бірнеше іс-шаралар жүзеге асты деп ойлаймын. Әрине алдыда әлі көптеген проблемалар тұр, бірақ енді міне осы белсенді қала тұрғындарымен оны бірігіп шешеміз деп ойлаймын. Қоғам белсенділер мен бақ өкілдеріне мәслихат хатшысы Қуаныш Сүлейменов алғыс хаттар табыстады. Соның ішінде Абай аймақ медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің журналистері де марапатқа ие болды. Іс-шара соңында Қуаныш Сүлейменовтің бастамасымен қонақтар Атамекен әнін шырқады. Жасыл жайлау, тұтты кілем, көк кілем. Бородулиха ауданында аудандық азаматтық қорғаныс қызметтерінің қысқы тактикалық арнайы оқу-жаттығу өтті. Оқу-жаттығу барысында өңір басшысы Ахметқали Нұрғожин қатысып, төтенше жағдайлар, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, медициналық қызмет, жергілікті атқарушы органдар қызметтерінің қыс мезгіліне техникалық және тактикалық дайындығын тексерді. Алдағы қыс кезеңінде аудан тұрғындарының денсаулығы мен өміріне қауіп төндірмеу және әлеуметтік нысандардың үзіліссіз қызмет етуін қамтамасыз ету мақсатында тексеріс жүргіздік деп жазды аудан әкімінің Инстаграм әлеуметтік желісінде. Тексеріс нәтижесінде ереже бұзушылық анықталған жоқ.